Ұлы Тұран даласының әрбір тасы құпия сырға толы болса, ондағы тұрғындардың да өзіндік ерекшеліктері бар. Сырттай қарапайым болып көрінгенмен, қарапайым қызметкерлер ішінде ерлік жасап, ел алдында марапатталғандары аз емес. Біздің бүгінгі кішігірім сюжетіміз осы батыр бабалардың ұрпақтарының жасаған ерліктері туралы болмақ. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіз бе? Қалайсыздар? Жағдайларыңыз, жұмыстарыңыз барлығы дұрыс па? Менің білуімше, сіз полиция сержанты болып жүріп, мемлекет басшысының қолынан марапат алдыңыз. Марапат алуыңызға қандай жағдай себеп болды? Өз аузыңызбен айтып берсеңіз. Таңғы сағат 6-та кезекші бөліміне хабарлама түсірді. Аш өзенінен қыз ағып бара жатыр деп. Оқиға орнына келіп, өз киіммен гүп етіп суға түсіп кеттім. Судың ағысына қарамастан қызға жетіп, қыз оң иығыма менің жабысып, жыңғыл жағалап, қызды құтқарып алдым. Бұл ісімді ерлік деп есептемеймін. Адам өмірі біз үшін ең құнды. Иә, қазақтың қарапайым ұлы, Отырар аудандық полиция бөлімінің қызметкері Рахымжан Ниязбекұлы суға ағып бара жатқан қаршадай қызды құтқарып, президенттің жарлығымен ерлігі үшін төс белгісін алды. Бүгінге туристік полиция қызметінде жұмыс атқарасыз. Өзіңіздің қызметіңіз жайлы айтып берсеңіз. Мен туристік полиция тобының инспекторымын. Шенім аға лейтенант. Жер-жерден туристер келеді. Мен солардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, оларға полиция қызметкерінің тарапынан көмек қажет болып жатса жәрдем беру. Сондықтан бізге жоғары талап қойылады. Бүгінгі біздің кейіпкерімізден бөлек мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының жарлығымен Түркістан облысының полицейлері 2-ші дәрежелі айбын орденімен, ерлігі үшін медалімен және құқықтық тәртіпті қамтамасыз еткені үшін наградаларымен марапатталып келеді. Еңбек еленді деген осы. Қай дәуірде болмасын отанға қызмет ету Қазақстан Республикасының әрбір азаматының қасиетті борышы. Сондықтан кез келген уақытта отан қорғауға дайын ерлерді, Ұлы Отан соғысының ардагерлерін, тәртіп сақшыларын, барша еліміздің ер азаматтарын отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге саулық, толағай табыс, ал елімізге бейбітшілік пен ырыс тілейміз. Мереке құтты болсын. Ер қымбат, атадан қалған жер қымбат, әлемнің қисаң барлығын бәрібір туған жер қымбат.